Жақсы, саламатсыздар ма? Бүгін біз осы ғылымдар туралы тоқталып өтіңіз деген екен, ғылымның қандай тармақтары бар деп. Ғылымдар туралы құрметті оқырмандар, құрметті шәкірттер, сіздердің сұрақтарыңызға жауап берейін. Жалпылама ғылым негізінен 3 тармаққа бөлінеді. Жаратылыстану ғылымы, гуманитарлық ғылымдар және фундаменталды ғылымдар. Жаратылыстану ғылымына келетін болсақ, бұл жаратылыстану ғылымына өздеріңіз білетұғын, мына химия, биология, физика, астрономия, астрофизика, география, метеорология, осы сияқты табиғатты, қоршаған ортаны зерттейтұғын ғылымдар жатады. Ал гуманитарлық ғылымдарға экономия, педагогика, мәдениеттану, эстетика, этика, психология, лингвистика, әдебиеттану, әлеуметтану, дінтану, жеке адам, осы дінтану ғылымдары жатады, жеке адам мен қоғамды зерттейді. Айырмасын көріп отырсыздар ғой, жеке адам мен қоғамды зерттейді. Жалпылама ал фундаменталды ғылымдарға тоқталатын болса, фундаменталды ғылымдар философия, логика, математика, статистика, логистика, теориялық компьютер, кибернетика ғылымы негізінен абстракт ақылдық ұғымдарды зерттейді. Осы ғылым саласы, осы 3 түрлі ғылым саласында да мен жұмыс жасаймын. Математикпін, физикпін, және мына математикпін фундаменталды ғылымға жататын. Және мына мен кибернетика ғылымыменен бұрын айналысқанмын. Осы бұл абстракт ақылдық ұғымдарды зерттейтін ғылымдар. Дінтанушымын, психологпын, педагогпын. Бұл гуманитарлық ғылымдар жеке адам мен қоғамды зерттейді. Ал табиғатты, қоршаған ортаны зерттейді. Мына физикпін мен, астрономмын, астрономия пәнінің мұғаліміне, немесе физикпін, астрофизикпін. Жалпылама жаратылыстану ғылымына жататын бұл ғылым, бұл табиғатты, қоршаған ортаны зерттейді. Демек, менің осы 3 түрлі ғылымданың жаратылыстану ғылымы, гуманитарлық ғылымдар және әлеуметтану және фундаменталды ғылымдар саласын менің толық қамтығамын. Негізгі мен өзімнің осы кезге дейін енді түйген түйсігімде түйген көптеген этаптардан өттік, көптеген тәжірибелер жинақтадық. Жалпылама мен сіздерге айтар едім, осы 3 ғылымды да игерген дұрыс. 3 ғылымды игерген, оның тереңнен білген дұрыс. Мысалы, мен дінтануда магистратурада мен диссертацияны қорғаған кезде ол жерге мынау табиғатты, қоршаған ортаны зерттеуші маман ретінде де, астрофизик маманы ретінде мен физика заңдылықтарын қолданған кезімде дінтану пәнінің жаңағы мынау ислам университеттерін бітірген теолог ғалымдар менің тақырыбыма түсінбеді. Кәдімгідей атақты қаншама кітаптар шығарып жүрген профессор ғалым менің тақырыбыма түсінбеді. Көрдіңіз ба? Бұл енді өте жанны жүрегіңді ауыртатын нәрсе. Дінтанушы маман иесі мамандығында жаңағы жеке адам мен қоғамды зерттейтін сала ғой енді. Ал енді осы салада біз қалай ол жерге жаңағы диссертация, ғылыми мақалалар жазып отырып, басқа ғылымның жетістіктерін енгізуге болмайды деген қалай көзқарас қалыптастырады, соған түсінбеймін. Әрине, дінтанушы маман болғаннан кейін, дінтанушы маман әсіресе жан-жақты игеру керек қой сол ғылымды. Жеке адамның психологиясын да білу керек, қоғамның психологиясын да білу керек, өзін қоршаған ортаның психологиясын да білу керек. Жаңағы мынау ақылдық ұғымдарды, абстракт ұғымдарды да түсіну керек, білу керек.
Сондықтан да өкінішке орай біздің арамызда бір бағытта кеткен ғалымдар бар, әрине бір бағытта кететін ғылымдар бар. Ал енді диссертация қорғайтұғын диссертацияның ғылыми мақалаларды, диссертацияны қорғайтын кезеңдерде сол составта, сол комиссияда отырады маман иелері, жан-жақты маман болу керек. Біздің жазған тақырыбымызды түсіне алатұғын кең ауқымды, сана сезімі кең ауқымды маман болу керек ол жерде отыратұғын маман иелері. Сол жаңағы физиканың мен заңдылықтарын пайдаланып осы дінтану пәнінде дінтанудағы мақалаларымда, диссертациямда сол физиканың заңдылықтарын қолданып, жаңағы Құрандағы физиканы зерттеп жүргендіктен, пайғамбар саллаллаху ассаламның ілімін зерттеп жүргендіктен, ғарыштық ақпараттық кеңістікті зерттеп жүргендіктен, сол жерде мен бірнеше мысалдарды келтіріп түсіндірген уақытта, жазған уақытта сол нәрсеге түсінбегеніне өте бір жүрегің ауыратын нәрсе екен. Біздің жаңа ғалымдарымыз, мұғалімдеріміз ондай ортада отырғаннан кейін ондай кең ауқымды білікті маман иелері отыру керек, талқылайтұғын мәселені шеше алатұғын, соған түсіне алатұғын жан-жақты білімді адамдар отыру керек деп есептеймін. Бір жақтама отырған дұрыс емес, бір жақтама ғылым иелері ғана отыру дұрыс емес. Ол айтқан тақырыпты жан-жақты түсіну керек. Мысалы мен Құранның-дағы дұғалардың энергиясы бар десем, сол сөзге де түсінбей жатқан жаңағы қалай ол түсінбей жатқан сол нелерді, былай айтқанда ғылым иелерін көрдім, ұстаздарды көрдім, қалай дұғалардың күші, физикалық күші бар. Мен мысалға пайғамбарымыз саллаллаху ассаламға келген аянда мен физик маманы ретінде энергетика заңдылығын, мынау электромагниттік толқындардың таралу заңдылығын қолданып отырып түсіндірген уақытта сол нәрсеге де түсінбейді. Бұл демек, жаңа теолог болу үшін да, дінтанушы болу үшін да тек қана дінді біліп, діннің тарихын білу деген ол жеткіліксіз. Діни ислами көзқарастағы тақырыптарды ғана біліп қою деген жеткіліксіз деп есептеймін. Мысалы, исламның ақида ілімі бар, ахлақ ілімі бар, хадистер ілімі бар. Мысалы, бұл ілімдердің барлығы енді 14 ғасырдан бері жаттанды болып келе жатқан ілімдер ғой. 14 ғасырдан бері халықтың өмірінде, күнделікті өмірінде қолданып келе жатқан, кәдімгі әрбір адам біліп келе жатқан, әке шешесіне үйренген жалпылама, қоғам өзі үйреткен жалпылама белгілі тақырыптар, бұл тақырыптардың барлығы. Ал енді біздің заманымыздағы дінтанушы теолог ғалымдар, менің есебімше, мен ойлаймын, дінтанушы теолог ғалымдар сол ауқымнан, шеңберден шығу керек. Ақида ілімі дегенді, мысалы, ақлақты қалай түсіндіру керек ол? Қазіргі заманмен салыстырған уақытта, салыстырмалы түрде қазіргі ғылымның жетістіктерін пайдалана отырып, соның қазіргі заманның ілімін, білімін, техникасын қолдана отырып түсіндіре білу керек та. Сол нәрселерді жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху ассаламның айтып кеткен хадистерінің мысалында да сол барлығын дұрыстығын сол ғылыми түрде түсіндіре білу керек. Құран кәрімдегі қасиет аяттардың, әрбір аяттың, мынау рухия аяттардың, жаңағы әлем туралы айтылған аяттардың барлығының қазіргі заманда орындалып жатқанын
жаңағы ақиқаты анық шешіліп жатқанын, ғылым мен техниканың жетістігін пайдалана отырып, салыстырмалы түрде түсіндіріп, сол Құранның илахи кітап екенін, пайғамбарымыз саллаллаху уассаламның айтқан әрбір сөзінің мән мағынасы бар екенін, әрбір сөзінің жаңағы әрбір іс-әрекетінің белгілі бір адамның өміріне пайдасы тиетұғынын, адамның мәдениетінің дамуына, адамның жаңағы этикалық тәрбиесі, адамға этикалық эстетикалық тәлім тәрбие бере алатұғынын жақтарын айтып кетсе, нұр үстіне нұр болады. Сол біздің дінтанушы теолог ғалымдарымыз түсіндірген уақытта. Өкінішке орай мен осы дінтану саласында осы зерттеу жұмыстарын жүргізіп жүрген уақытта осы менің тақырыбымның өзі терең тақырып, осы ғылымдардың барлығын ескеретұғын, ғылымдардың барлық жетістіктерін пайдаланатұғын, ғылымдарды басын біріктіретұғын, осылардың барлығын қолдана отырып, жаңағы қасиетті Құран кәрімнің дұрыстығын, пайғамбарымыз саллаллаху уассаламның ілімнің дұрыстығын айтатұғын, көрсететұғын тақырыптар болып отырғандықтан, жаңағы сол менің зерттеп жүрген, менің жазып отырған тақырыптарыма түсінбеген адамдар өте көп болды. Сол 2020 жылы мен диссертация қорғаған уақытта сол менің диссертациямдағы айтылған нәрселерге түсінбей, бұл дінтану саласының жатпайды, дінтанудың аумағы емес деген сияқты көзқарастарда болды. Ақиқатында дінтанушы маман 8 қырлы, бір түрлі жан-жақты болу керек. Өйткені өте бір киелі мамандықтың бірі, халықтың жүрегі қалайтұғын, халық аңсайтұғын, тыңдағысы келетұғын. Бұл жерде тақырыптар өте көп дінтану саласында. Кішкентай баладан есін жиған баладан бастап Құдай қайда деп сөйлейді. Мен қалай туылдым дейді. Ол неге намаз оқиды, неге дәрет алады дейді. Кішкентай балдар. Үлкен кісілердің өзі Құдайды қалай түсінсем, қайдан тапсам екен деп жүреді. Жаңағы қайсы дін дұрыс, біздің ислам діні қиындау, христиан діні жеңілдеу, сол дінге өтіп кетсем қалай болады деп сұрайтын адамдар болады үлкен кісілер арасында. Жаңағыда 5 уақыт намаз оқуға ерініп, 5 уақыт дәрет алғанға ерініп. Жалпылама дінтану саласы өте бір жан-жақты білімді талап ететін мамандық. Сондықтан да дінтанушы маман, мен жаңағы теолог маман, тек қана исламның қағидаларын, ережелерін ғана біліп қоймай, өздерінің кругозорын кеңейту керек. Кең ауқымды ілім-білімді игеру керек. Менің айтпағым осы жерде осы. Сондықтан да осы ғылымдардың барлығы біздің заманымызда кең ауқымды таралып жатыр, зерттеліп жатыр, кең ауқымды тақырыптар. Құдайға шүкір, сана сезімі кең ауқымды қабылдайтұғын, кең ауқымды түсіндіре алатұғын ғалымдар бар. Өкінішке орай көшірме сөйлеп, біреудің сөзін қайталап жүретұғын ғалымдар бар. Өздігінше ойланбайды, біреудің айтқанын қайталайтұғын ғалымдар бар. Жалпылама білімде практикалық қажеттілік, мына ғылыми білімде практикалық қажеттілік туындап, тікелей технологияға айналып, нақты пайда берсе, онда ол қолданбалы ғылым болып табылады. Ал теориялық ғылымға салыстырмалы айтылады. Ондай жағдайда ол бұнда нақты қолданысы жоқ, жанама жолмен болады. Ал жаратылыстану ғылымдары және гуманитарлық ғылымдар, эмпирикалық ғылымдар болып табылады. Жаратылыстану ғылымдары ғылыми дәлдігіменен
жүйелілігі менен практикалық мәні менен ерекшеленіп, ғарыштық жүйеден микродүниеге дейінгі табиғат нысандарын бәрін қамтиды. Жаратылыстану ғылымдары. Соның ішінде мен физик маман болғандықтан физикада осы ғарыштық жүйеден микродүниеге дейінгі барлық табиғат нысандарын қамтитұғын, зерттейтұғын физика, астрономия, астрофизика сондай мықты ғылым, мықты сала. Енді фундаменталды ғылым болған мына математика, жаңағы кибернетика, статистика болатын болсақ, қазіргі кезде кең ауқымды тарап отырған осы кибернетика, теориялық компьютер ғой системасы. Осы бұл салаларда жаңағы адамдар қалай ойлап, қалай әрекет ететінін сипаттауға маңызды гипотезалар, теориялар және заңдылықтар құруда жаңағы соны былайша айтқанда қалай жұмыс істейтінін ашу мен сипаттауда маңызды рөл атқарады. Ал ғылымның басты мақсаты ғылым заңдарының негізінде ашылып отырған әрбір болмыстың құбылысы менен процесін болжау, түсіндіру және оны жүйелеп мазмұндап беру болатын болса, ғылым объектісі өзіндік қасиеттері бар. Белгілі бір ғылым саласын зерттейтұғын объективті және субъективті шындықтың бөлігі болады. Мынау енді осы ғылымды, білімді игеру үшін адам өзінің ішкі жан дүниесіне, санасына үңіліп, оны жетілдіре білу керек. Көрдіңіз бе, айналып келгенде мен айтып жүрмін ғой, өзіңді таны деп. Өзіңді таны, Алланы танисың, өзіңді тану арқылы, өзің тану арқылы әлемді танисың деп. Өзіңді тану арқылы өзің ішкі жан дүниеңді танисың, өзің ішкі жан дүниеңмен сөйлесе аласың деп. Осы ішкі жан дүниеңе үңілу үшін де, оны жетілдіру үшін де жаңағы ғылымды, білімді кең ауқымды игерген дұрыс. Және оны игеріп қоймай, оны жетілдіріп отыру керек. Болды, мен оқыдым, университет бітірдім, институт бітірдім деп отырмай, ары қарай сол институтта, университетте алған біліміңді өзің өміріңде қолдана білетұғын, өзіңнің рухани деңгейіңді көтере алатұғын, рухани санаңды кеңейте алатұғын деңгейде болу керек. Яғни айтпағым, мынау алған білімің, ұмтылған ғылымың өзіңе де, өзгеге де пайдасы тиетұғын болу керек. Өзіңе де, өзгеге де тағылым бере алатұғын болу керек. Сонда бар бұл ғылым өміршең бола алады. Ғасырлар өтсе де ол өшпейді, ондай ғылым құнын жоғалтпайды. Сондай ғылымның бірі тағылым көзі, адамды жалықтырмайтұғын, адамға ерекше бір қуат беретұғын ғылым көзі, тағылым көзі Құран Кәрім кітабы болып есептеледі деп есептеймін. Бұл жерде жаңағы Құран Кәрімде осы ғылым сөзінің астарында жаңағы жоғарыда айтқан жаңағы гуманитарлық ғылым, фундаменталды ғылым, жаратылыстану ғылымдарының барлығы осы Құранда қамтылған, түсінген адамға. Физикада, астрономияда, химияда, биологияда, математикада, жаратылыстануда, медицинада, экономикада, психологияда, педагогика, философия, филология, дінтану, барлық салалар бар, осы Құран Кәрімнен табасың. Медицина қазіргі барлығы бар. Сонда Құран ғылымның таусылмайтын қайнар көзі деп айтуға болады. Яғни Құранда сол ғылымдардың бәрі бар болатығын болса, онда оны ғылымның таусылмайтын қайнар көзі деп Құранды нақты біз айта аламыз. Оның каусар сусыны адамға керек, ғылымның каусар сусыны деп айтуға болады Құранда. Яғни оқыған сайын сен қанығасың, шөлің қана бастайды, су ішкен кезде шөлің физикалық тәніңе суға қанағатын болса, біз бұл жерде Құранды оқыған уақытта рухани сусыным,
рухани сусынымыз болып тұр, яғни рухани түрде шөліміз ғана бастайды. Рухани, көрдіңіз ба? Олай болса, ғылым мен білімнің негізгі жаңағы фундаменті, негізгі қайнар көзі Құран аяттары мен пайғамбар хадистерінде жатыр деп есептеймін. Бұл туралы мен бірнеше мақалалар жаздым, диссертациямда да келтірдім. Енді оларды жүзеге асыру үшін біздер мен сіздердің жас буын болашақ ғалымдардың қолында тұр ғой. Енді былайша айтқанда, біздің заманымызда біздер, сіздер осы саланы дамытып жұмыс істесек, болашақ уақытта жас мамандар одан әрі жалғастырады деп ойлаймын. Енді бұдан 14 ғасыр бұрын Құран аяттарының ғылыми анықтамалары, хабарлары қазіргі заманға жетіп келген болса, еш өзгеріссіз жетіп келген болса, және оны осы замандағы техника менен ғылым оның ақиқатын дәлдеп жатқан болса, біздің заманымызда жаңағы нано айди кванттық технология дамып, осы технологиялардың жәрдемімен Құран зерттеліп, оның ақиқаты, дұрыстығы дәлелденіп жатқан болса, бұны жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұны жаңағы мына мұсылман ғалымдар, мұсылман ғұламалар орта ғасырдың өзінде де шешіп дәлелдеп берген. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның әрбір айтылған, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан келген әрбір хадистің астары бары да ақиқат. Оны жаңағы әрбір хадис адамға тәлім тәрбие береді, өнеге береді. Оның әрбір хадистің құндылығы, рухани қуаты да бар екенін көріп жүрмін. Ал жалпылама Құран сонда Алланың сөзі болып тұр ғой, егер олай болатұғын болса. Солай емес па? Құран Алланың сөзі. Сондықтан да Құран бүкіл ғаламды, адамзатты бүкіл ғасырлар бойы, бүкіл мекендер, дәуірлер бойы қамтитұғыны ақиқат. Осы кезге дейін 14 ғасырдан бері қамтып келе жатқан болса, әлі де қамти береді, ақыр заманға дейін ол тоқтап қалмайды. Сол үшін қай ғасырда да болсын, Құранды қолға алған адам өзінің білімін, ғылымын арттыра алады, Құраннан тәлім тәрбие үйрене алады. Бұл мысалы педагогика, психология, басқа ғылымдар, философия әр заманда бір өзгеріске ұшырап отыруы мүмкін. Ал Құран еш уақытта, хадистер еш уақытта өзгеріске ұшырамайды. 14 ғасыр бұрын 14 ғасырдан бері бірде-бір аят, бірде-бір хадис өзгеріске ұшыраған жоқ. Сол қалпында өзгермей сақтала береді. Өйткені бұл Алланың сөзі, қасиетті Құран. Илахи ілім, илахи білім. Оны адам өзгерте алмайды, адамның қолынан ол келмейді. Тек ғалымдар Құранның мағынасын терең түсіндіріп, зерттеп, онан сол Құранның бір інжу маржанын, бір балын шығарады ғой, былайша айтқан кезде. Адамның жанына қажетті, адамның өміріне қажетті сол балды тауып алуға болады сол Құраннан. Былайша айтқан кезде мән мағынасы сондай тәтті, қуаты сондай тәтті. Оны сезінген адам оны біледі. Енді бұл жерде тағы бір айта кететіні, Құранды
қанша адам оқып жатыр, миллион миллиард адам оқып жатыр, бірақ оның мағынасына түсінбейтін адамдар өте көп. Ал енді оның мағынасына түсінбей құр оқи береді, бірақ соның өзінде де адамға шапағат тиіп жатады. Ал біз қолымыз ол Құранның мағынасын қуатын сезіну үшін оның рухани көзбен, жүрек көзбенен көріп, рухани көзбенен, рухани жүрекпенен тыңдап көре білу керек. Сол кезде Құранның сыры ашыла бастайды. Сол себептен де мынау Құрандағы жазылған аяттарды терең түсінетін ғалымдар бар. Оның ішара белгісін түсінетін, тұспал түсін түсінетін ғалымдар бар, Құдайға шүкір, тәпсіршілер бар. Сол Құрандағы барлық салалар мен білімдер сол күйі жазылып тұрғанменен, бірақ оны жаңа рухани көзіңменен көре білсең, рухани жүрегіңмен тыңдай білсең, оның астары ақиқаты тереңде жатқанын түсіне алуға болады, түсінуге болады. Әрбір адамға түсінікті, әрбір адам түсіне алады, бірақ айтып отырмын, сол рухани жүрекпенен сезе білу керек, көре білу керек. Осы енді жалпылама Құран ақыр заманға дейін жаңағы әрбір адамға жол сілтей алатұғын ғылым, кітап, әрбір адамға тұжырым жасауына, өмір сүруіне, өзін түсінуіне мүмкіндік беретұғын кітап. Құран барлық салаларды зерттеуге шақыратұғын кітап. Барлық жаратылысты, адамзатты Алла Тағаланың жаратушысын танытып, өзін түсінуге, жанұясын түсінуге, қоғамды түсінуге, жаңа мәңгілік бақытқа жетуге шақыратуын кітап. Сондықтан да Алланың аяттарын дұрыс түсіну керек. Кітапты, хикметті, Құранды, сүннетті дұрыс түсіне білу керек. Дұрыс түсіндіретұғын ұстаздардан үйрену керек. Сұраудан, үйренуден жалықпау керек. Алла өзін танытатын сипаттардың бірі ғылым, білім ғой. Алла өзін танытатын сипаттарының бірі бұл ғылым, білім деген. Осы ғылым, білім екенін Алла Тағала өзі жаңағы Құранда айтып отыр. Сол ғылым, білімді, ілімді болып өмірімізге, әрбірімізге қуаныш әкелетұғын кітап болғандықтан, әрбіріміз осы Алланың берген мүмкіндігін қолдана білуіміз керек. Бұған мен жайдан жай бұлдай шешімге келгенім жоқ. Мен бұны 1990 жылдан бері қолыма Құран ұстап, Құранды оқып келе жатырған, оны рухани көзбенен көре білген жанмын, рухани жүрекпенен тыңдай білген жанмын, сезіне білген жанмын. Сондықтан да осындай шешімдерді айтып отырмын, және осы шешімдерді айтып мен өзімнің мақалаларымда да, диссертацияларымда да айтып жүрмін. Жалпылама Құранды тек қана оқып шықпай, оған терең түсініп үйрену керек. Құран кітабын өзіне тән ғылымдарыменен оқу керек. Жаңа тәпсірлеу ілімі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға түсірілген Құран кәрім кітабын дұрыс түсінуге көмектесетұғын, оның мағынасын баяндап, одан үкімдер менен өсиеттерді шығаратұғын ғылым саласы болып табылады. Сол тәпсіршілердің де
көзқарасы бір аяттың өзінен әр тәпсіршінің шығаратығын мағынасы, көзқарасы әртүрлі болып келеді қарап отырсаңыз. Сондықтан да Құранды тәпсірші ғалымдардың өзі әрқалай түсініп, әрқалай жазып жүрген болса, онда қарапайым халықтың өзі бірнеше қанша миллион адам болса, миллиард адам болса, сонша түрлі түсінуі мүмкін, сонша түрлі қабылдайды. Өйткені адам санасының, ақыл санасының деңгейі әрбір адамда бірдей емес, әртүрлі. Сондықтан да қайта-қайта оқудан Құранды жалықпау керек. Осы мұсылман ғалымдар тәпсірлердің пайда болуының 3 себебін айтады. Бірінші, Алла тағаланың білімінің күші мен хикметі кең болғандығы соншалықты, оны бір ауыз сөздің өзіне бірнеше мағына салып, көп адам біле бермейтін терең мағыналы қылуы мүмкін дейді. Екінші, Алла тағала бір нәрсе туралы айтып жатқан кезде оның себебі болған оқиғаларды не аяттан шығатын үкімді айтпау мүмкін. Ал Құранды, сүннетті талдап, осы себептермен үкімдерді табу әркімнің қолынан келе бермейді. Тәпсірші ғалымның міндеті осы түсініксіздіктерді баяндау және баяндап жатыр, баяндай береді. Үшінші, Құранда астарлы көп мағыналы, түсінілуі қиын болған, көп кездесетін сөздерменен сөз тіркестер келуі мүмкін. Ал бұларды білу үшін тіл білімін соған қоса шариғат терминологияларында білу қажет. Нәтижелерін қорытындылап айтқанда, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам хадистерінде ғылым дамыған сайын ислам дамиды деп айтқандай, Құран кәрім таусылмайтын ғылым екеніне көзім жетіп отыр, санам соны қабылдап отыр. Әлемдік ғылымның барлық саласы дамыған сайын осы қасиетті Құранның сырын адамзат танып, түсініп, Алланың ұлылығын көріп, түсіне бастайды. Онда ақиқат адамзаттың ақыл ойы өркендеген сайын Құран жаңғыра береді, жасара береді, мағынасын кеңейте береді, ақыр заманға дейін жалғаса береді. Бұл Құран кәрім ақырдың соңына дейін жалғасатығын кітап екенін білдіреді. Құранды зерттеу, ұғыну, түсіндіру ғылымы таусылмайтынына, шексіздігіне менің де көзім жетіп отыр. Әрбір ғылым салаларының ғалымдары Құранды зерттесе екен және оны одан көп мағлұматтар алса екен деп ойлаймын. Өзінің тиісті, өзінің саласына тиісті ақпараттарды осы Құраннан алса, нұр үстіне нұр болады деп ойлаймын. Әрбір саланың таусылмайтын сырлары, мағлұматтары, деректері, құпия білімдерменен ақиқаты, астарлы ақиқаттары барына ғылыми зерттеулер жүргізіп, ғылымның дамуына біз болып, сіз болып баршамызда өз үлесімізді қоса берейік деймін. Сөз соңында біз бұл өз кезегінде еліміздің жер шарындағы барлық адамзаттың бейбіт, бақытты өмір сүруіне қосқан үлесіміз болатығыны ақиқат деп есептеймін. Міне қысқаша ғылым туралы, Құранның ғылымдағы ғылым туралы, жалпылама материалдық әлемдегі өзіміздің өмірімізде ғылым туралы қысқаша айтып, сіздің сұрағыңызға жауап бердім деп ойлаймын. Түсінікті болған болса, сұрақтарыңыз болса, басқа да сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазып қалдырыңыздар. Сұрақтарыңызға да жауап беруге мен әрдайым даярмын. Енді осы тақырыптарды талқылауға қатысам дейтін кісілер қазір келесі бөлімде, қазір демалыс тәнепістен кейін жаңағы перерыв жариялаймын қазір 5-10 минут, одан кейін осы айтылған ғылым салалары бойынша ғылымдар туралы талқылауды өткереміз, семинар сабақты одан әрі жалғастырамыз.